Артта қайын алдымызда үлкен ас келіп жатыр. Қазақтың дәстүрлі асы бешбармақ. Үлкен асты елдің артында қойып алайық. Мейрамханасының қызметкерлеріне рахмет. Қараңыздаршы, үлкен қазақтың дәстүрлі асы бешбармақ келе жатыр деген едім. Алдыда шықты да орнымен құдалардан бастап, нағашылардан қоштап қойды. Кейбір мейрамханаларға барсаң, бешбармақ келе жатыр деп шақырасың. Тойхананың ана басынан шығады, мына басына келеді. Асабаның алдынан келеді, айналып қайтадан ана басқа кетеді. Кейде кетіп бара жатқанда мен ойланам, қорқам, осылар айналып қайтып шығып кетпес пе екен деп. Рас, алдыңнан мүңкіп өтеді да иісі. Сондықтан да әр нәрсе өзінің орны мен жолымен рахмет, қызметкерлерге рахмет, тойхананы игеріп отырған администраторларға рахмет, бүгінгі қызмет жасап жатқан барша көпшілікке рахмет дегіміз келеді. Енді ағайынға үлкен ас келіп жатқанда біз сіздерді сөзге шақырып, әнге шақырып, биге шақырғанымыз ұят болар. Алдымызға ас келгеннен кейін сол асты суытып алмай, ішті майландырып, тірлікті жайландырып, кішкене дәм алып, дем алсаңыздар, тағы да бір керемет әндерімізді жүк құлайық әндеріне қабыл алыңыздар. Алдымызға қойылғанда бізден алып отырыңыздар ағайын. Үлкен ас келіп жатқанда мазаламайық. Жақсылап, әлден қуаттанып алыңыздар. Тойдың бастамасы енді басталып жатыр. Құдай қаласа, әрине 50 жылдан бері күткен ұлы тойды сіз болып, біз болып әдемі өткіземіз әрине деген ниеттеміз. Дәмге қараңыздар. Қазақта керемет сөз бар, жан-жаныңды сыйла, балаңның бақыты үшін, нағашыңды сыйла, анаңның ақ сүті үшін деп жатады. Сондықтан да тойдың төріне екі жақтың нағашылары деп құрметтеп, ең алғашқы тілекке нағашыларды шақырайын. Атап өтер болсам, Еркін Алмаш, Ербол Жұбайыменен, Әтіркүл Айгерім, Құралай Назерке, Рауан Роза, Шералы Нағима Бағила бастаған
екі жақты нағашылар, жалпы мен нағашымын деген кісілер менің атымды атамады демеңіздер. Асабаның алаңына ізгі тілекке келіп, жүрек жарды лебіздеріңізді, тілекті жүректен жалғап беріңіздер. Құрметтеп шақырайын. Және қуаныш Раушан нағашылар бастаған топ келіңіздер. Менің атымды атамады демеңіздер. Нағашымын деген екі жақсылар орнаған. Ассалаумағалейкум, ардақты нағашылар, қош келдіңіздер. Әулие асып, жер басып, бүгінгі жиеннің тойы, жиеншардың қуанышы, Батыр ағамыз бен Манзура анамыздың қуанышы деп келіп жатырған, уақыт жоқ заманда уақытта осы бір қуанышқа тілеулес ниеттес болып жатырған, сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай той болсын дегіміз келеді. Ауыз бөлшектеріңіз әрқашанда тарқамасын, жақсы ниеттеріңізді, жақсы тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Биылғы кіріп келген 19 тек қана осы жыл сіздерге бақыт пен берекесін алып келсін деген ниетпенен жақсы тілекті жүрек жарды лебіздеріңізді мен енді сіз сөйлеңіз, сіздің жолыңыз үлкен, сіз ұзақтан келдіңіз, сіз жасыңыз үлкен дегенім ұят болар. Микрофонды бұрай, жолдарыңызбен, жастарыңызбен әдемі тілектеріңізді әдемі жеткізсеңіздер деген ниеттеміз. Той құтты болсын. Аллайын, рахмет мынау. Асаба айтқан сөзіңдеріне жақсы сөздер айтасың. Мынау анасының ақшына ардақтап, мынау нағашым деп жаңағыдай шақырып отқан мынау рахмет айналайын. Біз қазір 50 жыл, 60 жыл болды біз нағашы жиен болып жаңағыдай араласып отқанымызға, Құда қаласа бұның бәрі жаңағыдай әпкеміз ұмысын сол кісінің несі деп ойлаймын, Құда қаласа сыйлап отқандары. Қай жерде болса да нағашы болып бірінші сатыда тұрамыз әр уақытта. Ол келешек нелерге үлгі болады, Құда қаласа ұрпақтарға деймін жаңағыдай. Бұл батырды әпкеміз Понка дейтін кішкене кезінде жастайымыздан бірге өсіп, бірге тұрғанымыз жаңағыдай Понкам менің деп дейміз. Міне Құда қаласа әпкемнің Понкасы мына 50-ге отыр. Манзура бөтен емес, Манзура жиен қыз. Жиен шығарды. Бұл Манзураның мамасы бізге жиен қыз еді. Алиша деген әпкеміз жаңағыдай. Ол баяғыда жаңағыдай алтынды тапсам белден қаздып жаңағыдай жақсы жер болса жаңағыдай құда болған ғой, жақсы сол өсіп деп жаңағыдай сондай жағдай болған. Жаңағыдай Алиша деген әпкеміз жаңағыдай Ұлбике деген жаңағыдай ұмысын Ұлбике жаңағыдай әпкеміз бар, үлкен. Ол Ұлбике әпкемізден жаңағыдай Алиша әпкеміз. Алишадан мына Манзура, Ұлбике әпкемнің үлкен қызына Атыркөл жиен қызымыз Құда қаласа қазір сөзсімейді. Не айтамыз Құда қаласа? Әр уақытта Алиша әпкемнің жаңағыдай өте аузын ашса аппақ болып жүре көрінетін ана енді көп не ма енді оны айтып кетуіміз керек. Нағашы деп шақырғаннан кейін мен сол барлық әпкелерді айтып кетуім керек. Басқа ешкім ол айтса айтады, айтпаса болмайды. Өйткені біз алғымыз бұл кісілер Рамадан, бұл кісілер Қошқашы әпкеміз алғымыз болған. Не айтамыз енді, Алиша әпкемнің ұрпақтары тұрсын шынында бәрі, кімдер бар жаңағы, бәрі немере, күйеу балалар деп не бұзатын, не демеймін, бірақ сонда да бәрі ұрпақтары, Алиша әпкемнің ұрпақтары, Ұлбике әпкемнен тараған кәні бәрі, немерелер бәрі тұрмақ енді. Мына, бұл тұрғызып атқаным, мына Батыр мен Манзураға осы қысап сендер де өсіңдер, Құда қаласа өніңдер, осы қысап бәрі өбірін шүгірлеу келешекті жүрсіңдер жаңағыдай айтып атқаным айналайын. Не деймін айналайын? Жасыңа жас қосып, Алланың берген жасын жаса бер жаңағыдай 50 деп жаңағыдай кейбіреулер байлар қорқады айтып өліп қаламыз деп жаңағыдай 25 деп қояды. Құда қаласа Алланың берген жасын жасап, анау жездеміздің жолын бере берсін бізге Құда қаласа. Бәрімізге, бәріне осы отырған бәрі жүзге сөйлеп жүре беріңдер айналайын. Мына жерге шөбере өлең айтсын, екеуің шөберенің несіне бәліс билеп жүріңдер Құда қаласа. Жүзге келіп жаңағыдай өлең айтып шөбере дегенім Құда қаласа. Немере бар, мұны құдаларың сынау Астанадан келіп отыр, міне ақтан Арыстан келіп отыр, міне өсіп жанып қанаттарын жай басындар ғой, қанаттарын жайда басын кейінге. Келін тойға келіп Құда қаласа екен. Нағашы жерге өз жүре берейік, аспанымыз ашық болып, жұртқа не болсын, әркім болсын деп сыйласын жиендер, Құда қаласа біздің жиендер жасасын Рахмет. Міне, көрегенділігін көрсетіп, тарихты сонау тереңінен қозғап, әпкемнен тараған ұрпақтар тұрсыншы деп бар екенін бір көрсетті. Құдай қаласа сіздер де осылай өліңіздер, өсіңіздер деп жатсыз.
Жалпы аға адам баласы дүниеге келгенде екі аяқты болып келеді. Үйленгеннен кейін 4 аяқты боласың. Арада 1-2 жыл өткенде 6 аяқ, 8 аяқты боласың. 40 жылда 40 аяқты болады екенсің. Құдай қаласа бұлар енді ағамыз бен анамыз 27 жыл болыпты ғой, 40 жылдан кейін 40 аяқты болады. Өсет, өнет, немере шөберенің алдында балқып, шалқып, қуанышта осылай жүреді деген сенімдеміз. Жалпы қазақта айтады, нағашы мен жиен еш уақытта бөлінбеген. Міне ең жақсы тілегін алып келіп отырған әрі жиен, әрі нағашы, әрі ана Әтіркүл әпкемізге де бір қарап қойыңыздаршы. Бүгін қандай керемет болып тұр әпкеміз. Әтіркүл әпкеміз күнделікті әтіркүл емес. Бүгін ең әдемі көйлегін үстіне киіп келген, жақсы тілегін аналық жүрекпенен жиып келген, осы халықты менің бауырларым деп сүйіп келген, Батыр менен Манзураның тойында ешкімге құсамайыншы деп шашты необычно қылып артына түйіп келген, күліп келген, сүйіп келген, жымиып келген Әтіркүл гүлдей жайнаған әпкемізге ана деп бас иіп сөз берейін. Қыз бала гүл, қыз бала жүр. Рахмет, Алланың жаусын. Мына менің бөлелерім, мына Мұраттар әулеті, Манзура жиенім. Осы әулетте үлкен той болып жатыр. Өткенде де тойдың куәсі болғанбыз. Ағаның үйіне келін түсіп, ағар шақар той өткізіп бөлелерде. Сондай бір қуанышқа кенелгенбіз. Енді арада 1-2 ай өтпей, мына біздің Батыр менен Манзура екеумінің Алланың берген жасы айналайын 50-ге толып отыр екенсіңдер. Мына 50 жастарың құтты болсын. Алланың берген жасын мәнді де сәндіріп жасай беріңдер. Ұрпақтарың көбейе берсін, дендерің сау болып, сол өсірген ұл қыздарыңның немере шөбіренің рахатын көріңдер. Жаңағы екі нағашымыз айтып жатыр ғой, атаның жасын берсін деп. Дұрыс, кәлмен көкемнің жасын да берсін, дәулетін де, сәулетін де берсін. Әттең қасында әпкем жоқ енді. О да Алланың ісі. Егер адамдар өмірден кетпесе, жер бетіне сыймай кетеді екен ғой, сүйген қолын алып кетеді екен. Не айтам, бөлелер ылғи да осы сендердің мына Мұраттар әулетіне тойға келейін. Қайда барасың десе, мен бөлелердің жақта той болып жатыр. Тойға барам дейін, айналайын. Аман болыңдар, өсіңдер, өніңдер, еш уақытта жаманшылық көрмеңдер. Еркінге рахмет, әруақтарды бітебі өтті. Дұрыс, менің апам қандай еді. Апамның орны бөлігі Дәлишаның. Қатар басып, бүгіннің қасында тұрса да болар еді. Бұл енді Алланың ісі екен. Алланың ісіне ешқандай амал жоқ. Мен әпкемді жас кетті демеймін. Алланың берген жасын мәнді де сәндіріп жасап, ұрпақ өріптіп, немере шөбіре сүйіп кетті, қызды қияға қондырды, ұлды ұяға қондырды. Шеше құсап, сен де әулетіңді тербетіп, осы елдің аяулы анасы бол айналайын Манзура. Сен қара шаңырақта отырған келінсің. Енең айтып жүрді осыны әпкем. Ай, осы Алишаның бір қызын мен келін қылып түсірейін деп, менің шешем марқұм қарсы болған еді. Шешем өмірден өткеннен кейін мен мақұл деп ол кісінің сөзін қоштадым. Сонда айтып жүрді баяғысы. Ай, атыр асарындағы көрпелерің 2 қабат емес 4 қабат болады деп. Сол айтпақшы, айналайын Манзура. 2 әпкең бар, мен бар. Енді өз жұртың бөлек шығарың, төркін жұртың. Мына келген отырған қайын қайнағаларың, абысын ажындарың, қайын сіңлерің келгенде есіктен күліп қарсы алып, күліп шығарып салып. Енді жасың 50-ге келгенде саған ақыл айтудың да қажет жоқ, ол бәрі өз бойыңда бар. Не айтам? Ең керек адамзатқа денсаулық, адамзат деген пенде екен, бишара болу пенде екен дейді. Бар бақыт, байлық тек қана денсаулық сенде екен дейді. Сол айтпақшы, дендердің сау болып, осы ұрпақтардың рахатын көріп жүре беріңдер. Рахмет. Рахмет әпке. Аналық жүрекпен айтқан тілегіңізді Алла қабыл етсін. Мұраттар әулеті өскен